Жаратылыстану пәні өкпені шынықтыру 58-59 бет. Балалар, дұрыс тыныс алу дегеніміз не? Дене шынықтыру жаттығуларын жасағанда қандай тыныс алу ережелерін сақтау керектігін сыныптастармен талқыладыңдар ма? Неліктен кеудені кейін жазғанда терең тыныс аламыз? Өз сұрақтарыңды жауап табу үшін Эврика мен Негеш зерттеу жұмысын жүргізген болатын. Яғни ағзамызға аздаған күш түсірсек, қалай тыныс аламыз? Ал көбірек күш түсірсек ше? Болжам жасап көрейікші, тыныс алу жиілігі не әсер ететіні туралы болжам жасау. Яғни тыныс алуға балалар бізге мұрын, кеңірдек, ауа тамырлары, оң жақ өкпе және сол жақ өкпе көмектеседі. Тыныс алу мүшелерін біз жақсы білеміз. Демді ішке тартқанда өкпе ауаға толады, ал демді шығарғанда өкпе қысылып, көмірқышқыл газды сыртқа шығарады. Тыныс алуға бізге көкет көмектеседі. Тыныс алғанда көкет көтеріледі, тыныс шығарғанда ол түседі. Балалар, тыныс алу жылдамдығын байқап көрейік. Суретті сипатта тыныс алу жиілігі қалай есептеуге болады? Алақаныңды кеуде тұсына қойып, 1 минут ішінде неше рет тыныс алғанды санап көр. Балалар, терең тыныс алу әркімнің өзіне ғана тән ерекшелік. Әр адамның өзіндік тыныс алу ырғағы болады. Дене шынықтыру және спортпен айналысу тыныс алу сапасын жақсартады. Адам ағзасы оттек тапшылығын сезінгенде тыныс алу жиілігі арта түседі екен. Сондықтан да үнемі спортпен айналысып тұруымыз керек балалар. Сен білесің бе, марафоншылар алысқа жүгіруге мүмкіндік беретін арнайы тыныс ырғағын қалыптастырады. Олар әр 2 қадам сайын демін ішке тартып, келесі 2 қадам аттағанда демін сыртқа шығарып тұрады екен. Балалар, оң жақтағы өкпе сол жақтағы өкпеге қарағанда сәл үлкендеу болады екен. Дұрыс тыныс алу ережелері. Бөлме алдын ала желдетілген дұрыс. Отырған немесе тұрған қалыпта орындау. Мұрынмен тыныс алу, ауыз жабық күйде. Иықты кеудені қозғалтпай ауаны ішке толтыру. Дем шығарғанда ұртты толтырмау. Еріннің қалпы түтікше тәріздес болу, демді ұзақ шығару. Мұрынның таза болуы керек екен балалар. Енді келесі сендерге тыныс алу жаттығуларын ұсынамыз. Сәлем балалар, көңіл күйлерің қалай? Балалар, бүгін мен сендерге тыныс алу жаттығуларын ойындарын үйрететін боламын. Алдымен дұрыс тыныс алудың ережесімен таныс болайық. Ауаны мұрынмен алып, ауызбен шығарамыз. Видеода көрсетілгендей бөтелкені суға толтырып, түтікшені салып, бөтелкенің аузына ауа шықпайтындай бөтелкеге үрлеп, алдында тұрған бос стақанды сумен толтыруымыз қажет. Бос тұрған стақанды шарды үрлеу арқылы бір жерден екінші жерге қоямыз. Балалар, өзімізге ұнаған кез келген пішінді қиып алып, оған жіп өткізіп, оны үрлеп айналдыруымыз керек. Балалар, дұрыс үрлемесек, біздің жасаған жаттығуларымыз дұрыс орындалмайды. Балалар, сендерге тыныс алу жаттығуларына байланысты ойындарым ұнады деп сенемін. Балалар, сау болыңдар.